мақтанамыз. Қазір деген біздің студенттер басқа нелер мақтанбайды. Мен осындай ректордың кезінде оқыдым. Осындай декан біздің басшы болды деп ешкім ондай айта алмайды. Ал сол кезде мына 70-ші жылдары казгу болған. Мына Бегелді ағалардың осындай жетістіктері. Мүмкін Жамбыл айтады ғой, алмас. Жай алмас жерде жатады, не етеді. Осында нетіп бриллиант болды. Агранкінің бәрін осы жерде өтті. Неге десең, сондай керемет не болатын? Конкуренция болатын, конкурентный среда. Сонда мына студенттерге айтып отырғаным, тағы да айтайын деген. Біздің қазіргі студенттер мына казгудың журфак болсын, тарих факультеті болсын, тек қана өзің тобын білет, өзің курсын білет. Ана 4-ші курста кім оқып жатыр, ана магистратурда PG қандай мықтылар бар, білмейді. Біз Жолдасбектің кезінде, мына Темірбек Қожакеевтің кезінде, Динайсыбайдың Дулаттың кезінде бізде 11 факультет болды. 11 факультетті іліп алатын студенттерді біз бәрін білетіміз. Математик бол, химик бол, физик бол. Мен тарих факультетінде мына Бегел сияқты жақсы безбен оқитын активистер толып жатырды. Но соның ішінде ол Изюминка болған спортсмен, Қазақстанның СССР-дің дзюдодан, самбодан чемпионы болды. Бізде сондай мына Зиябек Исабеков, Зиядин Исабеков, әрбір факультетте сондай мықтылар болды. Мына Бақчан ағаларының бауыры бізде керемет гитара ойнап, вокально-инструментальный ансамбльдің басшы болды. Айтайын деген, сол кезде мына сіздерге де соны тілеймін. Ерінбей оқу керек. Өздеріңнің басқа неден таланттардың нелердің бәрін көрсету керек. Мына конкурентный среда, ертең ана блатной среда емес. Біздер бәріміз мына ауылдан шықтық. Осында келдік. Мен мына 4-ші класста тарихшы болам деп келдім. Әкешем темір жолдан етеді. Сталиннің репрессиясын көрді бәрді. Біздерге сондай құйып қойған. Білім ал, орысша оқы, адам боласың деп. Міне Россиядан бітіріп келдік. Құдайға шүкір ешкімнен кем емеспіз. Біздер осындай Бәкең сияқты адамдармен мақтанамыз. Екінші, мына жүйе кез келген тоталитар мемлекеттерде сындырады. Біз оны тарихы 18-ші ғасыр бол, 19-ші ғасыр бол, 20-ші ғасыр бол, 21-ші ғасыр, егер сен анда нетсе сені сындырады. Осылай сынбай неткен біздерде азаматтар бірең сараң, санаулы. Олардың үстіне күйенді жағып атыр. Ұрлады деді, мынаны жасады, ананы жасады деп әдейі. Көбісі соған сеніп қалады. Сонда міне бүгін өздерің көріп отырсыңдар, мына студенттерге айтып отыр, мына батыр ағаларың өзің принципін ұстады. Бізде сол кезде міне Қожакеевті біреулерге ұнады, біреулер ұнаған жоқ, принцип сақтады. Динайсыбай Дулатов жалғыз ғана біздің тарих факультетінде еркек мінезді апайымыз еді. Принципін ұстатын. Қазір бізде де беспринципный адамдар болып кетті да, беспринципный. Принцип ұстасаң жақпайсың. Ертең пенсияға жібереді, басқа нең еді. Соға мен асығып тұратын едім. Сізге, Бәке, денсаулық тілейміз, осындай табыс тілейміз, осындай еңбектеріңізді қорықпай жазып, біздер андай жазуға, осындай нетуге қорқамыз деп айтпаймыз. Нелер телевидениеде, мына YouTube нелерді сөйлеп айтып жүрміз. Прямой емес, тікелей емес қой, кесіп тастайды, нелерді бермейді. Сіз сияқты адамдар біздерге керек. Декан мырза, сізге де мыңда бір рахмет. Осылай шақыртып, мына біздің студенттер, жас мұғалімдер көрсін. Міне біздің казгудың мықты түлектері бар. Сол кезде де мықты болды, қазір де өзінің өмірлік позициясын ұстап отыр. Соны біздерге міне Қожакеев, Дулатова, өмірге ғасылыңыз Жолдасбеков үйреткен.